Ассаляму алейкум, қайырлы күн. Бұл түсіріліп жатқан новичоктарға, веб-программиріне хабары жоқ жандарға немесе хабары аз жандарға арналған негізгі сабақтар сериясы. Кіріспе ғана. Жалпы HTML-дің не екенін көп түсіндіріп жатқан қажеті жоқ. Барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Бұл былайынша браузермен сөйлесу тілі десек болады. Енді HTML файл құрып көрейік. Ең бірінші қарапайым текстті файл құрып, және оны index.html деп ат берсек жеткілікті. Енді осыны біз браузерде ашып жұмыс істей аламыз. Открыть с помощью Google Chrome дедім. Енді Google Chrome'да адресте қарасақ, міне назар аударсақ, index.html txt деп тұр. Себебі расширениесі осындай тексте сақталып қалған. Мына проводникте көрінбей тұр. Оны көру үшін, мысалға менде Windows 10 болса, менюда видқа барам. Видті расширение имен файлов деген осыған галочканы қоям. Сол кезде ең соңғы расширениесі көрініп тұрады. Аламызда оны өзгертеміз HTML-ге. Өзгерткен кезде осындай бір ескерту шығады. Шынымен де өзгерткіңіз келіп тұр ма, файлыңызды бұзып алуыңыз мүмкін деген. Ешқандай қорықпай, сразу да деп баса берсеңдер болады. Міне қанша қарасаңыздар, значок да өзгерді. Браузерде ашылатыны байқалып тұр. Енді екі рет чертіп ашайық. Бұл енді жалпы ең қарапайым бос HTML документ. Келесі сабақта соның бастапқы қадамдарын Hello World жүргізейік.